Тіл жанашыр қоғамдық бірлестігі бұл жалпы құрылудағы мақсат мемлекеттік тілдің даму мәселесі болатын. Соның ішінде бұл енді қоғамдық бірлестік деп аты айтып тұрғандай, бұл қоғамдық бірлестікті құрушы Алтынбек Әбішев деген азамат. Мен сол мәселеде қолдаушы, ұйымдастырушы болып қызмет бастадық. Біздің ең алғашқы марапатымыз 2007 жылдары басталды. Бұл шетелдік ғалымдарға берілген үлкен марапат болды. Одан кейін 2009, 2011, 2013 жылдары 2 жылда бір рет тағайындалатын марапат. Бұл марапат кез келген адамға берілмейді. Бұл марапаттың мақсаты мемлекеттік тілге қызмет атқарған, еңбегі сіңген, өз қаражатымен қазақ тілі мен мәдениетіне қолдау көрсеткен, қолынан келгенше өзінің білімімен, біліктілігімен жүгірген, үлкен мемлекеттік деңгейде қызмет отырғанда қолдау көрсеткен азаматтарға беріледі. Бізде 2009 жылы бұл марапатқа елбасымыздыға тапсырылды. Бұл жерде енді елбасымыз қазақтың болашағы қазақ тілінде деп тілге үлкен қамқорлық жасап отыр. Сонымен қоса 30-ға тарта мемлекеттік қызметкерлерге берілді. 2011 жылы бұл марапат қазақ басылымдарының бас редакторларына, басшыларына және өз жеке қаражатымен қазақ халқына, қазақ мәдениетіне қызмет етіп жүрген меценаттарға берілді. 2013 жылы республиканың әр өңірінен ұсыныс келіп түсті және қоғамдық ұйымдардан сол 100-ге тарта келіп түскен ұсыныстың ішінен 27 адамға берілді. Бұл жерде бұл марапат алушылардың қатарында өзі мектептерде мұғалім болып жүріп, қазақ мәдениетіне, қазақ тіліне жанашырлықпен үйлерді аралап, аула-ауланы жағалап, балаларын қазақ мектебіне шақырған, ата-аналарды үгіттеген, қазақ тілінде сабақ беріп жүрген мұғалімдерге берілді. 50 жасында қазақ тілін үйреніп, сол үйренгенмен қоймай, қазіргі таңда ситуативный казахский деген кітап жазып, сол кітапты таратып жүрген Қанат деген азаматқа берілді. Бұл жерде олардың қатарында саманалап отырсам, өте көп адамдарға берілді де. Олардың әрқайсының шын мәнінде тілге сіңірген еңбегі бар. Және осы Мәскеуге келудегі мақсатымыз сол марапат алушылардың қатарында Кеңесбай Мұсаев ағамыз бар. Ол кісіге осы қазақ халқына, түркі әлемінің осы тілдеріне сіңірген еңбегі үшін беріліп отыр. Бұл қазақ халқының жалпы бүкіл қазақстандықтардың құрметі деп білеміз. Сондықтан осы марапатты тапсыру үшін арнайы осы Мәскеу қаласына келдік. Енді біздің қоғамдық бірлестігіміздің құрметті төрағасы, президенттің канцеляриясының бастығы Қасымбек Махмұт Базарқұлұлы, ол кісі енді өз тарапынан үлкен қолдау жасайды. Біз енді сол кісінің басшылығымен биылғы марапатты осы президенттің тұңғыш мұражайында, бұрынғы резиденцияда және Назарбаев орталығының қолдауымен үлкен дәрежеде өткіздік. Енді 2 күнге созылған үлкен шарада тілге қатысты түрлі әңгімелер айтылды. Енді қоғам тілге келгенде мемлекетке қарап отыруға болмайды. Тіл мәселесі бір ғана мемлекеттің ғана шаруасы емес, бұл бүкіл қазақстандықтардың, бүкіл қазақ халқының жеке шаруасы. Сондықтан да әр азамат қазақ тіліне, қазақ тілінің болашағына өзінің үлесін қосуы шарт. Ол біздің балаларымыз үшін, болашақ үшін міндетті түрде керек дүние. Рахмет.